етігім шешілмейді. Қанмен қатық болған, қанмен қатық болған, қатық болған. Анашым, аяулы әпкелерім, аға жеңгелерім мен тәп-тәтті балақайлар. Сендерден денсаулықтарыңды, қалай өмір сүріп жатқандарыңды сұрамай-ақ қояйын. Бәрібір мынау қатал тағдыр оны маған көрсетпейтін сияқты. Алайда мен екі дүниеде де Алладан бір-ақ нәрсені сұраймын. Амандықтарыңды, сендерде бәрі жақсы болғанын тілеумен өтемін. Соттың соңғы шешімі туралы естігенде боларсыздар. Өлім жазасын 20 жылға қаумымен алмастырды. Мүмкін мұны естіп қуанып қалған шығарсыздар. Бірақ барлық шындықты өзім баяндап берейін. Менің кінәлі емес екенімді сіздер білесіздер. Адам баласы тұрмақ, шыбынға да қиянат жасаған емеспін. Енді біреудің жаласының кесірінен ату жазасына кесілдім. Бұл түйе иненің көзінен өтіпті деген ақылға сыйымсыз дүние. 1986 жылы 18 желтоқсан күні алаңда болғанымды жасырмаймын. Ол жаққа бәрін өз көзіммен көру үшін ғана бардым. Алаңда қазақ қыздарын өлімші қылып сабап жатқанын естігенде, үйде тығылып жатуға жігіттік намысым ерік бермеді. Мен жігіт деген атаққа лайық емес, қолынан түк келмейтіндердің қатарынан емеспін. Құдайға шүкір, бойымда нағыз жігітке тән намыс пен жігер бар. Қысқаша айтқанда, алаңға әйелдерді қорғау үшін, арашалау үшін бардым. Оны шамам жеткенше орындадым да. Бұныма мақтанбасам, ешқашан өкінген емеспін. Бірақ Құдай куә, мен қылмыскер емеспін. Ондай айуандыққа бармаймын. Ешқашан. Бір милиционер тұрғаным рас. Ол әйелді шашынан ұстап, көкпар ойнағандай сүйреп жүрді. Бірақ ол әлі күнге дейін түк болмағандай жер басып тірі жүр. Ешқандай қылмыс жасамастан өлім жазасына кесілдім. Себебі қанды қол қылмыскер емес екенімді, кінәсіздігімді дәлелдей алмадым. Бәлкім, мына жалғанда барлық пендеге өзінің сүттен ақ, судан таза екенін дәлелдеу қиын шығар. Мен де солардың бірімін. Қымбатты анашым, жеткен жерім осы болды. Аяғыңызға жалбарынып, ақ сүтіңізді ақтай алмаған бақытсыз ұлыңызды кешіруіңізді сұраймын. Жалынамын. Кешіріңіз. Ертеме кешпе нағыз қылмыскер табылады. Оған бар жүрегіммен сенем. Өздеріңізге деген махаббатпен, сағынышпен сүйдім. Қош бол, жарық дүние. О дүниеде бақыт болса, сол жақтан табармын. Ұлыңыз
Армысыздар, құрметті ұстаздар, оқушылар және қадірменді қонақтар. Бүгінгі тәуелсіздігіміздің 29 жылдығына арналған «Тұғыры биік тәуелсіздік» атты мерекелік онлайн концептімізді ұсынамыз. Тәуелсіздік ең басты құндылығымыз. Тәуелсіздікке қол жеткізгеннен кейін ғана елімізді әлемнің өркениетті мемлекеттің қатарына қоса алдық. Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұраны орындалсын. Алтын күн астана, алтыннан даласы, ерліктің дастаны еліме қарашы, ежелден ермеген даттама шақты ғой, намысын бермеген қазағым атты ғой. Байтақ көз жетпейтін жерім менің, таулы орман жасыл жайлау көлім менің. Бүгінге бар әлемге даңқың жетті, тәуелсіз Қазақстан, елім менің. Алғашқы құттықтау сөзі мектеп директоры Жәкенов Мейрам Әміржанұлына беріледі. Құрметті ұстаздар, оқушылар, қадірлі мектебіміздің қызметкерлері, халқымыздың ғасырлар бойы аңсаған тәуелсіздігіне ие болғанымызға биыл 29 жыл болып отыр. Осындай мерейлі шақта еліміздің гүлденіп көркеуі жолында аянбай еңбек етіп жүрген мектебіміздің ұжымын шын жүректен осы үлкен мерекемен құттықтаймын. Сіздерге денсаулықтарыңыздың мықты болғанын тілеймін. Еңбектеріңіз табысты болсын. Әрқашанда еліміз гүлдей берсін. Уважаемые коллеги, друзья, дорогие наши ученики, дорогие выпускники, дорогие родители, примите искренние поздравления с Днем независимости нашей республики. Этот праздник по праву считается символом свободы и могущества нашего государства для каждого казахстанца. От имени АО «Назарбаев интеллектуальной школы» и администрации нашей школы поздравляю вас с этим замечательным, великим праздником. Пусть всегда вам сопутствует удача, крепкое здоровье и семейное счастье. Награда, которую вы сейчас видите на моем груди, которую я получил от рук президента нашей страны, это в первую очередь ваша заслуга. Спасибо всем нашим ученикам, коллегам, нашим работникам. Еще раз вас с праздником, с великим нашим праздником. Спасибо. Тәуелсіздік күніне орай оқушыларымызды жетістікке жетелеген ұстаздарымызды марапаттауға рұқсат етіңіздер. Желілік ғылыми жобалар байқауының жүлдегерлерін дайындаған мұғалімдер: Нұрғалиева Сымбат Алтыбаевна, информатика пәнінің мұғалімі. Бекжанова Зулкия Аманжоловна, математика пәнінің мұғалімі. Тұрғанбаева Айғыз Оразбековна, тарих пәнінің мұғалімі. Заркомова Нұржамал Булатовна, тарих пәнінің мұғалімі. Кенжеханова Мейрамгүл, физика пәнінің мұғалімі. Бижанова Динара Арстанбаевна, физика пәнінің мұғалімі. Адикенова Үміт, ағылшын тілі пәнінің мұғалімі. Республикалық эссе конкурсында жүлделі 3-2 орын. Қасымова Қарлығаш Елтаевна, қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі.
туған жердің әр тасы біздің алтын тағымыз. Республикалық байқауының жеңімпазын дайындаған өнер пәнінің мұғалімі. Туған жердің әр тасы біздің алтын тағымыз. Республикалық байқауының жеңімпазын дайындаған өнер пәнінің мұғалімі Баудинов Дулат Мырзатаевич. Менің кіші отаным республикалық онлайн байқауына жүлдегер дайындаған тарих пәнінің мұғалімі Қуандықов Серғазы Шамшидинұлы. 2020 жылғы туған елге тағзым өлкетанулық зерттеу экспедициясы қатысушыларының жобалары мен шығармашылық жұмыстарының қашықтықтан өткізілген желілік байқау жүлдегерлерін дайындаған мұғалімдер. Туған өлкем жұмақ мекен номинациясы бойынша бірінші орын иеленген жобаның жетекшісі Бейсенбаева Айжан Саматовна және әдістемелік бірлестік жетекшісі Нурышева Ардақ Кайрулиевна. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі күніне арналған тәуелсіздіктің ұрпақтары тақырыбында өткен эссе, суреттер, өлеңдер, шығармашылық байқауларының жүлдегерлеріне қошемет көрсетіңіздер. Домбырам жүрегіммен үндес едің, сені мен сырласымдай тілдесемін. Бабамнан қалған мұрам сен болмасаң, өнердің не екенін білмес едім. Құрметті көрермен, назарларыңызға мектебіміздің оқушылары домбыраның құлағында ойнайтын күйшілеріміз тәуелсіздік мерекесіне арнап Құрманғазының Сарыарқа күйін паш етпек. Қабыл алыңыздар. Ата-бабалар ғұмыр бойы аңсаған тәуелсіздікке 1986 жылғы желтоқсан күндері болған желтоқсан көтерілісі жол салды. Қыстың қаһарлы күндері Алматы қаласындағы республика алаңына шыққан қазақ жастары еркіндік пен бостандық үшін күресті. Сол бір күндердің ызғары менің де бойымды қарып, жанымды жаралаған еді, дейді біздің мектебіміздің күзет қызметшісі Рашид ағамыз. түрде келетін мүлде жайдарыға сол жылы бірақ әдеттен шырақ көрінді шанақ ай барлы
86 жылы июль айында мен институт бітіріп политехта Алматыда ауыр машина жасау заводында жұмыс істеп жүрген кезім болатын. Содан 16 желтоқсан күні сонда пленум болып Ділмағамбет Ахмет Қонаев жолдас атамыздағы жұмыстан алып тастады. Біз білмейміз енді. Бірақ енді соны 17 күні естідім өзім. 17 күні естіп, кеш жақын жұмыстан шыққан екен алаң жаққа барсақ, жастардың бәрі сөйер жиналып, менің елім Қазақстан деген қазіргі Қазақстан Республикасының гимнін айтып жүрген. Соларға қосылып, топтың арасында келіп, бізде тілегімізді айттық. Соны ол кезде жаспыз, көп неге етпейміз. Соған тек қана сөйерде бір жастардың тілегі, ойы бізге айтқаны, есімізде қалғаны, тек қана Қонаев атамыз өзі шығып айтсын, жігіттер бұл дұрыс емес, мен өзім кеттім, жұмысын өткіздім, сондай ғана требование біз неттік. Сондай ойда болдық жастар. Ал оны соңында 16 күн кеш жақын бір топ бір жерге жиналып тұрған кезде әскерлерге бұзу жібереді да тарап жан жаққа. Сондай қиын замандарда болды. Ал енді өрде бас бұзарлық, жаңағындай үкіметке қарсы шығу деген ештеңе не болған жоқ. Енді жастардың өз бір ғана тілегі болды. Сол көпшілікпен соның ішінде жүрдік. Бірақ енді артында 17-сі күні, 18-і күні уже жаңа әскері кіріп, жаңа су шашып, құдалап, жаңа сондай істеп жатты. Содан ұстағандарын алып кетіп, машинеге тиеп. Ал енді мен өз көзіммен көргенім, алаңның ортасында бір-екі машина өртеніп жатқанын көрдім, и бір автобустан көріліп жатыр екен. Сөйтіп тәуелсіздікті қорғап қаламыз ба, тәуелсіздік аламыз ба, өзіміздің қазақ ұлтынан болсын деген талап тілегімін жастардың ғана тек қана басқа. Басқа не, өзде көп нәрселер болды, оның бәрін айтып жатып, еске түспейді, еске түссе де біраз уақыт өтіп кетті. Бірақ құдаланып, қуын неткен жоқпыз, әйтеуір артынан өзіміз жұмысымыз деп Қазақстан тәуелсіздігіне әйтеуір еңбегіміз сіңіріп жаттық. Енді басқа не айтамын? Мына келе жатқан тәуелсіздік мерекесі құтты болсын. Кейін айтатын жастарға бұндай қиыншылық көрмеңдер, аман-есен, жақсылықта өмір сүре беріңдер. Келе жатқан мейрамдар құтты болсын, аман-есен болыңдар. Ғасырлар бойы қазақ жерінде тәуелсіздікті сақтап, жеріміздің тұтастығы мен бірлестігін нығайту үшін халқымыз небір қилы заманнан өтті. Соған қарамастан еліміз елдігін сақтап қала алды. Ресей империясы 19 ғасыр ортасында қазақ жерін толықтай отарлап алғаннан кейін еліміз тәуелсіздік жолында көптеген қиындықтарды басынан өткізді. Бүгінгі таңда біз 21 ғасырдың ұрпағы бейбіт, әрі бақытты өмір кешудеміз. Оған 1991 жылдың 16 желтоқсанында қазақ халқы көптен аңсаған арманы арқылы жетті. Тәуелсіз, қарқынды дамушы елдердің қатарына қосылды. Патша үкіметі құлағаннан кейін Қазақстан тәуелсіздікке қол жеткізу үшін Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы және тағы да басқа зиялылар қазақ елін дамытуда түрлі партиялар, ұйымдар құрылып, баспасөз жүйесі дами бастады. Осыған қоса Алашорда және Түркістан үкіметтерін құру жолында күрестер жүргізді. 1917 жылғы Қазан төңкерісінен кейін кеңес үкіметін орнату жылында халық екі бағытқа айырылып, бір-біріне қарсы тұрып, азаматтық соғысқа әкеліп соқтырды. Бұл қазақ халқы үшін үлкен зардап алып келді. 1931-1933 жылдардағы қазақ жеріндегі ұлы Наубет ұлы даланың ұлыстарына алып келді. Байырғы көшпенді шаруашылықпен айналысатын халықты күштеп отырықшыландыру саясаты арқылы қазақ халқының дәстүрлі жүйесін толықтай бұзды. Атақты кеңесірі Қасымұлы қазақ хандығын қалпына келтіру, дербестікті сақтап қалу үшін күрескен. Көтерілістер халықтың рухын, мақсат мүдделерінің қорғалуы үшін үлкен маңызға ие болды. Көтерілістердің нәтижесі ретінде 1986 жылғы желтоқсан оқиғасына сабақтастық болды деп айта аламыз. Әрбір құралған партиялар, ұйымдар қазақ халқының тағдырын шешуде маңызды рөл атқарды. Қоғамдық сананы оятуда, болашаққа сенімді серпін жасау үшін өз өмірін құрбандыққа шалды. Біріншіден, тәуелсіздік үшін ұлт-азаттық көтерілістерді айта кетсек, қазақ халқы патша үкіметі мен кеңес үкіметі кезінде 400-ге жуық көтеріліс ұйымдастырған. Ең бірінші ол Сырымдатұлы көтерілісі және Исатай мен Махамбет көтерілістері.
Біз білеміз, біз есімізде сақтаймыз, біз ардақтаймыз. Қазақтың тағдырында тағы бір ұмытылмас оқиға 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы. Желтоқсан ызғары сол кездегі жастардың өмірін өшірсе де үмітін өшірген жоқ. Сырым, Исатай мен Махамбет Кенесарының жалғасы ретінде қазақ халқының армандарының орындалуына жол ашты. Қазақстанның тәуелсіздікке деген жолындағы тағдырын ешкім ұмытпайды деген сенімдеміз. Тәуелсіздік күні құтты болсын. Күйші композитор Әміре Қашаубаев атындағы мемлекеттік филармониясының директоры Айбек Бекбосын ағамызға сөз кезегі беріледі. Құрметті Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары және де аяулы ұстаздары. Баршаңызды бүгінгі келіп жеткен Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қазақ елінің болашағы сіздердің қолдарыңызда. Біреуіңіз министр боларсыздар, біреуіңіз инженер боларсыздар, біреуіңіз ғалым боларсыздар. Ендеше бақтарыңыз жанып, алдарыңыздағы жоспарланған оқуларыңызды әдемі оқып, болашақта үлкен маман иесі болуды Аллам нәсіп етсін. Қазақта бір қанатты сөз бар: ұстазы жақсының ұстанымы жақсы деген. Ендеше баршаңызға сәттілік тілеймін. Өзімнің авторлық күйім елбасы толғауымды орындап беруге рұқсат етіңіздер.
Қазіргі таңда тәуелсіздік күні барлығымыз үшін ерекше қасиетті күн. Өте дұрыс айтасың, толықтай келісем. Құрметті жиналған көпшілік қауым. Осымен біздің бүгінгі тұғыры биік тәуелсіздік атты кешіміз өз мәресіне жетті. Еліміздің еңсесі биік, туымыздың тұғыры берік, тәуелсіздігіміз мәңгі болғай. Еліміздің дәулеті, жеріміздің сәулеті жолындағы игілікті істеріңіз табысты болсын. Емектене, малшынып телге